Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі біз сабақ барысына көшетін болсақ, қамыжы құрылымының бірінші кезеңі сабақтың басы. Ол сабақтың басы біз оқушыларға сабақта қызығушылығын арттыруымыз керек. Яғни олардың көңілін сабаққа аудару үшін біз әрекет жасауымыз керек. Мысалы, оқушыңыз сіздің алдыңызда өткен сабақта мүмкін көңіл күй түсіп келген болған шығар. Сол үшін оның сабақта ойы шашыраңқы болып қалуы мүмкін. Сондықтан оқушының назарын өзіңіздің сабағыңызға аудару үшін психологиялық ахуалды жақсартып алуыңыз қажет. Ол оқушы сіздің сабағыңызда өнімді жұмыс жасау керек. Сонымен қараймыз. Егерде сіздің сабақ беретін сыныбыңызда оқушы саны аз болса, онда көрнекілік бер немесе ортаға шақырып қимыл әрекет арқылы психологиялық ахуалды жақсартуға болады. Мысалы, бастауыш сыныптарда шаттық шеңбері, жүректен жүрекке деген сияқты. Ал енді сіздің сабақ беретін сыныптарыңызда 20 оқушыдан астам оқушы болатын болса, онда сіздерге психологиялық ахуалды абстракті тәсілдер қолдану арқылы жасауға болады. Себебі барлық оқушы айтпаса да қатысқысы келеді. Ал оқушы көп болып сіз тек таңдаулы оқушылармен ғана жұмыс жасасаңыз, басқа оқушылардың көңіліне қаяу түсіретін боласыз. Енді бұл жерде абстракты тәсілдер дегеніміз қандай тәсілдер? Ол жаппай оқушылардың 100% қатысуымен жасалатын тренингтер. Мысалы, нейрожаттығулар, не болмаса қағаздарға көңіл күйіңді түсіретін сөздерді жазып, оны қоқыс жәшігіне таста деген сияқты жаттығулар оқушылардың арасындағы теңдікті көрсетіп, сабаққа да оқушылар белсенді қатысады. Осы кезеңде біз оқушыларға өтетін сабаққа болжау жасату немесе ассоциация құру деген сияқты сабақтың тақырыбын болжатуға да болады. Мысалы, мына сабақ жоспарында Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі хикаятындағы тақырыбын болжату үшін суреттері берілген. Мысалы, логикаға сүйене отырып, оқушылар бұл тақырыпты теңсіздік, яғни әйел теңсіздігі сөзі болатын болжай алады. Енді тақырыпты айқындап алған соң, сіз оқушыларға сол тақырыпты өтуде қандай мақсаттарға қол жеткізуіміз керек деп сауал қоясыз. Яғни сіздің бүгінгі өтілейін деп отырған сабағыңыздың мақсаты. Оқушылар осы оқу мақсатынан, сабақ мақсатына сүйене отырып, өздерінің бүгінгі сабақта қандай қадамдар арқылы осы мақсатқа жетуін таңдайды. Мысалы, мына жоспарда мына жерде мысалы Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі хикаятына ассоциация жасап болғаннан кейін мұғалім сабақ мақсатымен таныстырды. Яғни оқушылармен бірге отырып, бүгінгі сабақта қандай қадамдар арқылы мақсатқа жетеміз. Яғни бірінші хикаяттың мазмұнын түсінеміз, екінші мысалы бөлімдерге бөліп талдаймыз және композициялық құрылымын анықтаймыз деген сияқты. Енді осы жаңағы тақырыпта айқындай келе сабаққа кіріспе. Оны әртүрлі әдіс тәсілдермен қолдануға болады. Мысалы, егерде бұл тақырыпта сіздер жаңа мағлұмат беретін болсаңыздар, онда өткен тақырыпқа көз жүгірте отырып миға шабуыл, немесе я жоқ, шындық жалған деген сияқты әдіс арқылы сіз өткен тақырыптағы тақырыптарды қайталай отырып, бірден жаңа тақырыпқа көше аласыз. Ол жерде жаңағы оқушылардың ой өрісін дамытатын сұрақтар қоясыз. Ол енді мұғалімнің шығармашылығына байланысты. Бұл жерде QR арқылы немесе жаңағы стикердегі диалог деген сияқты әдіс арқылы жасауға да болады. Яғни бұл жерде бір айта кететін жағдай, дескриптормен бағалау бұл жерде әлі жүргізілмейді. Бұл сабаққа кіріспе болғандықтан, бұл жерде тек қана қалыптастырушы бағалау беріп отырасыз. Яғни балалар берген сұрақтарына немесе балалардың берген жауаптарына сіздер жарайсың, керемет, өте жақсы деген сияқты кері байланыс бере аласыздар.